Біздің заңда да, конституцияда да, халықаралық фактілердің бәрі жақсы дұрыс жазылған, бірақ ол орындалмайды. Ол жөнінде біз баяғыдан айтып келе жатырмыз. 2019 жылы тура 4-5 жыл болды ма, біз осындай кездесулерді өткізіп, Астанада дөңгелек стол ұйымдастырып, сол кезде биліктің назарын аударған болатынбыз, бізге жаңа заң керек деп. Түбінде жаңа заң қабылданды, бірақ қабылданған жаңа заң бұрынғы заңнан, бұрынғы совет заманынан қалған заңнан да жаман болып шықты. Қазір митингілер өткізуге ешкімге келісім берілмейді, оны білесіздер. Тіпті жаңағы Ерлан Қалиев айтқан көрсеткен мысалдар сияқты бізде де, менде де өзімде осындай мысалдар талай жеткілікті. Біз әкімшілік рәсімдік процестік кодекспенен талаптарменен біраз адамдарға көмек көрсетуге тырыстық. Әкімшілікті сотқа беруге, әкімшіліктің қаулысын күшін жою жөнінде, бірақ бұндай талап қоюдан ешқандай нәтиже шықпайтыны ол белгілі. Бұл жерде ең негізгі айтатын нәрсе, қазір билікте, өкіметте, президент әкімшілікте, жалпы еліміздің, қазақ халқының түсінігін, мінезін түсінетін, соны қазір болып жатқан жағдайды дұрыс қорыта алатын адамдар болса, олар түсіну керек. Бұл тактика бұрынғыдай жасалмау керек, бұл тактиканы өзгерту керек. Адам, мысалды келтірейін, атом электростанциясын саламыз деп, жедел бәрін ұйымдастырып, референдум жария етілді. Бер жағы түсінбейтін адамға референдум ол халықтың пікірін білу, айқындау мақсатында өткізіледі деп айтылады. Бірақ нақты іске келгенде қандай жағдай болды? Қазақстан бойынша ең үлкен ірі қалаларда, облыс орталықтарында, мен қателеспесем, Анар Аққозина деген белсенді ақпарат беріп отыр. 36 митингіге келісім беру сұралыпты. Бірақ оны бірде біреу қанағаттандырылмаған. Енді өз пікірін білдіру үшін қандай әрекет жасау керек деп, сол мәселені талқылау үшін жиналған адамдарды өздеріңіз білесіздер. Қазір 12-13 адамды, белсенділерді қазір алдын ала тергеуге жарты жыл болып қалды ғой, қамады.